Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Дұға тілегімізді Алла қабыл етсін. Алдағы уақытта келе жатқан Наурыз мерекеміз құтты болсын. Жұрт жаңа жыл мерекелерін 3 ай алдын құттықтайды. Біз алдын ала әлі құттықтап дағдылана алмай жатқан сияқтымыз. Наурыз мереке құтты болсын. Жастарымызға жас қосайық, бастарымызға бас қосайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбітшілік заманда өмір сүруді Алла тағала баршамызға нәсіп етсін, әумин. Енді құрметті бауырлар, әлеуметтік желіде көптеген ой пікірлерді тыңдап, жаңалықтарды қарап отырамыз барлығымыз. Біз де өздеріңіз сияқты адамдармыз ғой. Сонда менің аңғарғаным, осы Қазақстанның азаматы бола тұрып, қазақ бола тұрып, өзінің ата бабасы ұстанған дінді ұстанған адамды діншіл деушілер, әсіре діншіл деушілер көбейіп кетті. Қазақстанда тұрып, қазақ бола тұрып, қазақ тілі мемлекет тілі болмағаннан кейін қазақ тілінде сөйлеп, өзінің дәстүрі мен салтын құрметтеген адамдарды дәстүршіл деп заңға қарсы әрекет жасағандай, сондай бір нәрселер болып жатыр. Ал енді біздің Қазақстанда көп ұлтты мемлекет деп айтады. Ал оны біреулер көп этносты деп айтыңдар деп түзеп жатыр. Мейлі, өзге ұлттар бізде өмір сүріп жатқан. Олар өз тілінде сөйлейді, бірақ олар ешкім ұлтшыл демейді. Және де олар өздерінің діндерін ұстап жатады. Оларды ешкім діншіл деп кінәламайды. Мен ол өзге ұлт пен қазақтың ортасына от шашуды мақсат қылып отқаным жоқ. Ал неге қазақ ұлты өз мемлекетінде, өз жерінде тұрып, бір-бірін құрметтей алмайды? Енді ол өзге ұлттардың да жаңағы діндарлары, діндерін ұстап қарық қылып жатқан шамалы. Әрбірден соң кейбіреулері арақтарын ішіп, албасысы шығып, жерде құлап жатқан жерінен құсықтарын сүртіп, бет-аузын жуып, қағып сіліп тұрғызып, мырзам, сізге қатты кетуге болмайды, енді насихат уағызыңызды айта беріңіз деп отырғызып қойып, олар тыңдап отыра береді. Олар өздерінің арасындағы діндарлар туралы жаман әңгіме айтқан емес ешқайсысы. Ал біз неге осы өзіміздің діндарларымызға күдікті көзқараспен қарау сондай болып кетті? Неге біз осы бір шеңберден шыға алмай қалдық? Яғни бізде ұлттық ар-намыс жігер жоқ ау деймін. Мен солай ойлап қаламын. Адамзат баласында өзі жаратылысына қарай адами ар-намыс жігер болу керек. Сеніміне қарай, мысалға, мұсылманшылық ар-намыс жігер болу керек. Ұлтына қарай қазақи ар-намыс жігер болу керек. Жынысына қарай еркектерге еркектік, әйелдерде әйелдік ар-намыс жігер болу керек. Сонда ғана біз түзелеміз деп ойлаймын. Енді қазіргі таңда мына әлемдегі болып жатқан іс-әрекетті барлықтарыңыз көріп жатсыздар. Жасанды интеллекті деп марапаттап, жасанды интеллектін бүкіл әлемге кіргізіп алып, енді сол жасанды интеллекті адамзат баласына қауіп төндіретін дәрежеге жетті. Өйткені басқа мемлекеттер соғыс құралдарына кіргізіп жатыр. Бұл өте адамзат баласына қауіпті деп айтып жатыр. Енді бұдан біз сақтануымыз керек қой. Кешегі біздің қарияларымыз айтқан еді. Біз көрген қариялар Совет үкіметі тарайды, әлі бәрің намаз оқып, ораза тұтасыңдар деп айтқанда күлетін еді. Өйткені ол кезде намаз оқушылар, ораза тұтушылар аз еді. Өздерің оқып жұртты имандылыққа шақырасыңдар деген күліп едік. Бірақ біз шындығында солардың айтқаны келіп, егеменді ел болып, тәуелсіздігімізді алып, қазір енді намаз оқып, ораза тұтып, алдымыз молда болып, артымыз ақсақал болып, кейінгі жастарға имандылық тәрбиесін беріп жатырмыз. Және де сол қариялардың айтқан сөздер бар еді деп бізге жеткізген бір әңгімесі бар еді. Мынау қиямет қайым жақындағанда дейді кешегі қариялар, пайғамбарлардың барлығына келген сынақ, сол бар пайғамбардың ізбасары болған, соңғы пайғамбар болған Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға да келген сынақтың барлығы осы соңғы пайғамбардың үмбеттеріне келеді. Сол кезде иманы күштілер ғана содан аман қалады, иманы әлсіз сенбей жүргендер соның зардабына ұшырайды. Содан аман болса екен деп кетті дейді. Соны қарап тұрсаңыз, қазір бір Мұса пайғамбардың замандағы қиыншылық бізге келіп жатқан сияқты болып көрінеді маған. Сиқыршылар дамыған, жасанды интеллектіні мен өзім сиқыршылардың іс-әрекеті сияқты көремін. Сонда Мұса пайғамбарға аса таяғын беріп, Алла тағала таяғын таста деді, ол бүкіл сиқыршылардың құйтұрқылығын жұтты дейді. Оны барлықтарыңыз білесіздер. Енді қазіргі біз Мұса емеспіз, пайғамбар емеспіз, бірақ біз Құдайға шүкір мұсылманбыз. Біздің таяғымыз Құдайға деген сеніміміз. Лә хаула, жоқ күштер, уәлә қуатта, жоқ қуаттар бір Алладан басқада, илля биллах деген сөзді
жиі айтып жүрсеңіздер, 5 уақыт намаздың уақытысында бір айтылатын орындар бар, оны молдалардан сұрап алып үйренсеңіздер. Біз енді мынау молдадан басқалар уағыз айтуға тыйым салынған заманда өмір сүрген екен, толыққанды мен түсіндіре алмаймын, оған құқығым жоқ. Осы ля хауля ля қуата илля биллахты айтып жүрсеңіздер, сонда сіздер жасанды интеллектке келген қорқынышты кетіріп, Құдайдан келген қорқынышты, Құдайға деген қорқынышты қалыптастыру арқылы осының зардабынан біз құтыламыз. Мүмкіншілігінше ол жасанды интеллектіменен өз ұрпағымды, бала шағамды айналыспауға шақырудамын. Өйткені бұл бүкіл әлемге келіп жатқан бір афат. Оны бізде мынау дінді жамандауға бейім адамдар білім ізденбейсіңдер, білім ізденбейсіңдер дейді ғой. Сол мақтаған білімдерінің нәтижесі ғой енді бұл. Мына бүкіл адамзат баласына афат әкеліп жатқан. Оны үйтіп білімді афат әкелгенше, өзінің адамзатқа пайда берген білімін ғана игеріп, тыныш жүрудің өзі артық екендігін мойындайды. Бұның ақыры Құдай қаласа жақсы болады. Бүкіл әлем ислам дінін мойындайтын халге келеді. Өйткені адамзат баласын қорғаушы дін осы ислам, біздің ата-бабаларымыз ұстанған ислам діні ғана. Соған дейін біраз адамдар қиналып, өте қатты азап қиыншылықтарын көріп қалады. Осы сенбеу арқылы, сенбеушілер, болмаса осыған амал жасауға ерінушілер, солар қиыншылығын көріп қалады. Ал енді нақты сеніп, тақуалыққа амал жасап, бір Алладан ғана қорқуды мақсат қылып, соны өміріне енгізген адамдар ғана бұдан аман қалады деп ойлаймын. Сіздер не дейсіздер? Аман болыңыздар. Біздің бабаларымыз сақтанғанды Құдай сақтайды деген. Сақтансаңыздар өздеріңіз үшін, сақтанбасаңыздар өздеріңіз үшін. Көріскенше күн жақсы.